Мен қазір қонағымды қабылдайын, шақырайын. Танитындар, студенттер, курсанттар. Мынау тәлімгерліктен Гүлнұр ханым. Ләззат ханым, сіз осындасыз ба? Мен жаңа бір human rights'ты шақырдым ғой. Қосыла қойыңыз. Монголия, сәлематсыздар ма? Келмейсіздер ма? Психоанализ мектебіне бұрын келген еді Монголиядан біраз адамдар. Көп емес, бірақ келген еді. Ләззат ханым, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, Анна ханым? Естіп тұр ма? Әңгімемізді бастаймыз ба? Сәлематсыздар ма? Сізге көп рахмет, Анна ханым. Осы өзекті мәселе тақырыпты көтеріп, тікелей эфирға шақырып жатырсыз. Біз осы сіздің көмегіңізбен 3 айдан бері бір тегін волонтерлық жоба жүргізіп жатырмыз ғой. Ата-аналарға көмектесіп жатырмыз, мұғалімдерге көмектесіп жатырмыз, мектептің психологтарына көмектесіп жатырмыз. Осы әйтеуір ар жағынан, бер жағынан даудамайды қалай тоқтату керек. Жыныстық болсын, зорлық болсын, тағы қандай болсын, әйтеуір бір зорлықтың әр түрін қалай тоқтату керек. Бұл туралы 3 айдан бері әңгіме қозғап келе жатырмыз ғой. Дұрыс айтасыз, Анна ханым, сіздерге көп рахмет айтам. Сізге, сіздің ұжымыңызға осы 3 айда үлкен жұмыс атқардыңыздар. Сіздер шағын гранттан жаңағы қойған планнан одан да үлкен көп жұмыс атқарып тастадыңыздар. Енді осы сіздің жұмысыңызды осы жерде отырған біздің оқырмандарымызға, осы жерде отырған жаңағы сіздің оқырмандарыңыз, біздің оқырмандар психологиялық қолдау керек болып жатса, Анна ханымға қазір әлі уақыт бар. Айдың аяғына шейін әлі 7-8 күн қалды. Соған үлгеріп қалыңыздар. Тегін жаңағы зумдар болып жатыр, оқулар болып жатыр, тегін тәжірибе беріп жатыр. Соған қатысып қалыңыздар. Тұрып айтайын, тағы да тегін Анна ханым өзі жеке қабылдап жатыр деп адамдар ертең өкпелеп қалмасын. Әрине тегін, бірақ бұл команда, бір 10-11 адам апта сайын әркім әртүрлі күні, әртүрлі уақытта тегін вебинар, зумнан жатыр сіздерге. Бірақ ол тегін терапия. Әр нәрсе тыңдап қаласыз, көріп қаласыздар. Мысалы, қазір менің көзім шалып қалды. Психбольницада жатқан адамға көмектесуге бола ма деп. Неге болмасқа? Ол приговор емес қой, ол өлім жазасына жатқызған жоқ қой ол кісіні. Оны тексеру керек, қандай екен, психиатрлар не деп жатыр, ол адамның өзі не деп жатыр. Одан кейін ол психоаналитикпен кездесуге дайын ба? Психиатрлар зорлап жатқызады. Біз зорлап әкелмейміз кабинетке. Бізге өз еркімен келетін адамдар керек. Айтып кетейін, Анар ханым сұрап жатыр, мен жазылғым келеді деп. Анар ханым, осы менің инстаграмда іздеңізші, посттардың арасында бар. Бір 7-8 баннер бар, барлығы тегін. Сол менің айтқан менің шәкірттеріме, менің командамның мүшесіне тікелей жазылыңыз. Біреу Алматыда, біреу Астанада, біреу Өскемен, Шымкент бар, Орал бар. Қайсы сізге жақып, сол кісіге жазылыңыз. Енді құлағым сізде. Анна ханым, бүгінгі тақырып бойынша бастайық. Бүгінгі тақырыбымызды сіз өзіңіз осы жерде отырған өзіңіз бастап кетсеңіз, психоаналитик ретінде, сосын мен сізді қолдайын. Біз қазір зорлық деген тақырыпты алып жатырмыз ғой бүгін. Зорлық, зомбылық дегенде оның түрі бар. Мысалы, көбінесе сіздер, мысалы, эксперт болып жүрсіздер, жыныстық зорлық, зомбылық. Одан да көп адам өзі кездескен, өзі біледі, ол физикалық, дене зорлық, зомбылығы. Психологиялық зорлық бар. Тағы да қазір цифровизация деген сөзді қазақша қалай аударамыз? Қазір цифровая деген нәрсесі бар. Цифровая деген бар. Барлығы телефонға қатысты, барлығы интернетке қатысты, әлеуметтік желіге қатысты, ол да зорлық болып жатыр. Сондықтан зорлықтың түрі өте көп. Ал сонда қазір бізге жазып жіберіңіздерші. Ертең запись сақталып қалғанда тағы да жазыңыздар. Әйтеуір жинап, тағы да бір эфир өткізетін шығармыз. Сіз зорлықтың қандай түрімен кездесіп жүрсіз? Дәл қазір сіздің басыңызға
төбеңізге түнеп тұрған зорлық бар ма? Қай жерде қиналып жүрсіз? Кейде адамдар ойлайды, зорлық деген ол тек ана мұрынды бет қылғанда ма деп. Жоқ, зорлық мұрында бет қылған емес. Мысалы, сіздің телефоныңызды біреу алып қойса, телефоныңызды ашуға рұқсат бермесе, оның өзі де зорлық болады. Жиі мен ондайды естетін клиенттерімнен, мысалы, күйеуі, менің рұқсатымсыз телефонды ешкімге бермейсің, номерін. Одан кейін мен күніге кешке тексеріп тұрамын, кім саған жазды, сен кімге жаздың деп. Оны осының өзі зорлық. Цифровой насилие дейсіз ба, эмоциялық зорлық дейсіз ба, бірақ осыған кіріп жатыр. Осындайдан басталып кетеді. Ал одан кейін ең соңында басын жарды, қолын сындырды, өзін атқа шауып өлтірді. Ол енді ол салдары. Оған жеткізбей, біз бүгін Ләззат ханым айтайын деген, соған жеткізбей қай жерде тоқтау керек? Профилактика деген қай жерде? Алдын алу керек, қай жерде басталады? А деген әріптен басталады біздің әліппе. Онан кейін я деген әріптен бітеді. Бірақ оның арасында неше түрлі сұмдық оқиғалар бар ғой. Соған неге барып жатыр адамдар? Соның қай жерінде біз тоқтатайық адамдарды? Осы ма еді күткен жауабыңыз? Дұрыс. Анна ханым, қазіргі таңда енді бүкіл халық көріп отыр, мына осы 10 күн ішінде неше түрлі сұмдық болды, өздеріңіз көріп отырсыздар. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың әсерінен неше түрлі жаңағы өз-өзіне қол жұмсағандар, жаңағы кеше ғана, түнде ғана мен видео қойдым. Қайын әпкелері тура бүкіл үйді ішінде 3 бала жүгіріп жүр, соған қарамаса кішкентай бала жүр. Ана үйдің терезесін бәрін шағып, бытшын шығарды Қостанай жақтан. Енді қарап отырсаңыздар, қаншама қыздарымыз қайтыс болды, өздеріне қол жұмсаған, зорлық-зомбылықтың кеселінен, әртүрлі жағдайдан. Бірақ та бұл күннен күнге өршіп бара жатқан сияқты, азайғанын көріп тұрған жоқпын. Себебі бұрын ят болады деп айтпаған болатын, қазір ең жақсы жаңағы әлеуметтік желілері бар, жаңағы әртүрлі WhatsApp құралдары бар, әйтеуір үлгеріп жатады, маған қорлық жасады, зорлық жасады деп. Бірақ та көп адамдар өкінішке орай өз құқықтарын білмейді, құқықтық сауаттылықтары бір жағынан, сосын психологиялық сауаттылықтары жоқ. Анна ханым, келісесіз ба? Неге? Себебі біздің менталитетте ұят болады, ел не дейді, жаңа қорлыққа шыдап жүрген, 25 жыл шыдап жүрген, 30 жыл шыдап жүрген адамдар бар екен. Ең азы дегенде 17 жыл шыдап сол қорлыққа, зорлыққа. Күніне біздің орталыққа, Human Rights Watch орталығы, осы зорлық-зомбылыққа қатысты жұмыс жасап жатқан құқық қорғаушыларымыз. Біздің арамызда психологтар да бар, бірақ та біз енді тікелей Анна ханыммен жұмыс жасаған соң психоаналитиктердің көбі Анна ханымда. Енді осы жерде отырған оқырмандарға айтарым, туыстарыңыз болсын, жақындарыңыз болсын, үндемей қалмау керек. Себебі сіздер үндемей қалсаңыздар, оларға кім көмек көрсетеді? Қазір біздің елімізде неше түрлі кризис центрлар бар, неше түрлі отбасының қолдау орталықтары бар. Мысалы, баратын жер жоқ болса, енді қысым көрсеткенсін өздеріңіз білесіздер, әйелдер не үйі жоқ баратын, жаңағы 4-5 баламен қайда барамын, жұмыс жасамаушы едім, жаңағы сол абьюзерден тәуелді, баратын жері жоқ, қолдайтын жері жоқ, үй жағына барайын десе, ата-аналары жаңағы, ой, сен қайтып келдің, елден ертең ұят болады, оның бәрін тоқтату керек. Негізгі біз бәрін жан-жақты көмек көрсетуіміз керек. Мысалы, осы 3 айдың ішінде Анна ханымдар командасымен біраз адамдарға тең көмектесіп стады. Сол сияқты бір-бірімізді қолдауымыз керек. Мысалы, Анна ханым, сіз байқайсыз, комментарийларда жазғанда да неге кетіп қалмады, немеге шыдап жүр деген бір артық сөздер жазылады, топас, сорлы әйел деген. Мен соны оқысам, шынын айтсам, қатты ашуым келеді. Ол өзі зәбір көрген, ол психологиялық қысым көрсеткен соң адам, ол сол жерін түсіндірсеңіз, осы зорлық көп көрген адамның состояниесі қандай болып қалады? Осы жерде сіз түсіндіріп жіберсеңіз, Анна ханым, неге ол тәуел болып кете алмайды? Міне осы жерде сіз Иә. Біріншіден, мүмкін бір деген ұсыныс айтып кетейін ба? Неге кетіп қалмадың, анандай мынандай деп айтпаңыз да, ұрыспаңыз да. Ол кетуге шамасы болса, мұршасы болса, ол адам өзі кететін еді. Сондықтан ол сұрақтың орнына, жағдайың мүшкіл, жағдайың қиын, бірақ мен саған қалай көмектесе аламын деп солай сұрау керек. Біздер кабинетте солай сұраймыз. Бір дегені міндетті, күйеуің сені ұрды ма, енді сені ұрды, тепті үйден қашып кетті деп айту өте қиын. Олардың алдарында бала шаға бар. Жарайды, бала шаға әлі жетпеген
алайық, онда балаға жайлы жетпеген болса, олардың арасында сезім бар. Бір дегені бірде көзін жауып, бірін-бірі тауып алған жоқ, олар бірін-бірін құшағына ешкім лақтырған жоқ. Сондықтан көрдіңіз ба, жарайды, көбінесе енді күйеулер абьюзер, бірақ кейде енді осы 26 жылдың ішінде екі адам ба, еркектер келген әйелім мені ұрады, зорлық көрсетеді. Жарайды, оны алмай ақ. Көбінесе сол еркектер, не дегенде олардың дене күші бар. Сонда ол көрдіңіз ба, ол бүгін ұрады, бірақ ертең 17 миллионның бриллиантын алып береді. Көтеніне дейін құшақтап, жылтыратып, сүйіп қояды. Сонда мына бейшара келіншек қалай кетеді? Ол мамасына барама, папасына барама, жеке барама, ешқашан 17 миллионға бриллиантты өзіне өзі аламайды. Не дегенде ол қазір кішкентай балдарымен отыр. Кейде жарайды, енді ол 17 миллионға жетпейтін неше түрлі отбасылар бар. Бірақ басқа отбасыда мүмкін бары жоғы 5.000 теңге болады. Бірақ ол отбасы үшін 5.000 теңгенің өзі ол қиямет қайым. Мә саған 5.000 теңге бар да өзіңе тәпішке ал дейді. Мына келіншек мәз-майрам төбе жасы төкке жетіп, міне күйеуім мені қандай жақсы көреді дейді. Бірнеше күн күйеуі оны шынымен де құшақтайды, сүйеді, көтеріп жүреді. Сонда ол сеніп тұр ғой, ол мені жақсы көреді, арамызда махаббат бар, арамызда ғашықтық бар деп. Атағы 1-2 апта өтеді, күйеуі ішіп алады, қайтадан ұрады. Енді өкпе бар, енді ашу бар, енді ыза бар. Одан кейін тағы кінәлау деген сезім бар. Мынау әйелдер, бейшара әйелдер өзін өзі кінәлайды. Күйеуім ішіп келді ма, мен кінәлі екенмін. Күйеуім менің мұрнымды бет қылды ма, мен онда бірдеме дұрыс жасамадым, дұрыс бірдеме айтпадым деп өзін кінәлайды. Өзін кінәлаған сайын, онда тағы да қандай тактика, қандай саясат, бұға берсем соға береді. Бұл өзін кінәлай береді, бұға береді, күйеуі онда соға береді. Көрдіңіз ба, ол өте қиын. Сондықтан бір дегені оны кетіп қой деген болмайды. Ондайда тәжірибеңіз бар шығар. 7 рет кетіп, кейбіреу 14 рет қашып кеткен, бірақ сол 14 рет бәрібір қайтып келді ғой. Сондықтан ішіндегі эмоциялық сезімдерді, эмоциялық бір жіпті үзбейінше, түсінбегенше болмайды. Бұл енді біздің туған туысқандарға, достарға айтатын ұсыныс шығар енді. Оны түсіну керек, көмектесу керек. Бір дегені кейде келеді ғой, атасы, кейде келеді енесі, кейде келеді керісінше қыздың мамасы, папасы, грузовикті жалдап келеді, микроавтобусты жалдап келеді, көрпе жинап баласын орап алып кетеді. Ал одан кейін сол шкафты, диванды қайтадан алып келеді. Мен қазір айтып отқаным, ол күлкілі айтып жатырмын, бірақ ол менің клиенттерімнің басынан өткен өте қайғылы оқиға. Бір диванды ары тасыдық, бері тасыдық, апай соңында 5 рет тасығаннан кейін диван өзімен өзі сынып қалды деп сондай әңгімелер де бар. Сондықтан кетейік. Сен кетіп қалды, мандың неге деп ешқашан ешкімді кінәламайық. Бірақ әңгімесін тыңдасақ, ол жерде де әртүрлі келіншектер бар. Кейбір келіншектер ол кедей емес, кембағал емес, олардың да отбасы, мамасы, папасы тіреп тұрған, бірақ оған барамайды. Жаңа Ләззат ханым айтқандай, кедей болсын, бай болсын, көп отбасыда қазақтарда қазір ұят болады. Қайтып келме. Кейде мен жаным ашып кетеді, шашым ағарып кетеді. Сұмдық сөзі. Туған мамасы, қызы көгеріп келсе, сонда да өз еркіңмен кеттің ба? Енді өлсең өліп қал, бірақ маған тек өлігің келсін, өзің мына жерде көзіме көрінбе деп айтады. Қалай ол солай тұра алады? Ол жерде білмеймін, полиция көмектесу керек шығар. Бір күйзеліс орталықтары бар шығар. Бірақ енді білмеймін, енді жалғыз жалмауыз дегенде, осы мама, сондай кейбір мамаларға да осында сен жалмауызсың деп айтқым келіп тұрады ғой. Қалай өзі шырылдап жылап тұрған кезде. Иә, міндетті түрде ажырассын деп айтып жатқан жоқпын мен мына жерде. Бірақ көмектесу керек. Сондықтан өткендегі тікелей эфирде айтқан ойымды мен тағы да айтайын. Қыздар, келіншектер, жігіттер, ұлдар, үйленейін деп тұрсыз ба? Махаббат деп шырылдап жатсыз ба? Ең болмаса 3 ай сол психологиялық тренингтерден өтіңіздерші, өзіңізді таныңыз, екінші жартыңызды таныңыз. Сонда қандай отбасы болу керек, қандай жұп болу керек, қандай жұбай болу керек, соны жақсылап түсінетін шығарсыздар. Ол психологиялық тренингке келсеңіздер, міндетті түрде сізді психолог ажыратып жібереді деген ой емес. Айтады, мен шайды сүтсіз жақсы көремін. Біздің үйде ешқашан сүт шай ішпеген. Ал сенің үйде бізде керісінше қызыл кірпіш шай ішеміз. Міне сондай бір кішкентай нәрселерді тауып алып,
Енді бола ма онда сүтін бөлек қойып, сен өзіңе сүтсіз құя қой да, ал мына адамға сүтпен құя қой. Сондай үлкені бар мәселені, кішкентайы бар мәселені, соны шешуге болады. 3 ай деген ол 100 күн, 100 түн. Әркім өзін өзі танып білсе, ертең өзі де жыламайтын еді. Ертең мүмкін баласы да жыламайтын еді ғой. Сондықтан осы зорлықты білудің тағы да, көрдіңіз бе? Қазір үйленем деген кезде барлығы жақсы ғой. Инстаграмда көрсеңіз, барлығы тек тамаша, гүлді де әкелді, кәмпитті де әкелді, айналайын деген сөзді де әкелді. Оны сіздер Инстаграмға шығара аласыздар. Ал бірақ одан кейін маған келгенде қандай? Кәмпитті беруіне берді, гүлді әкелуіне әкелді. Бірақ кешке бір соқты ғой. Неге? Не дегенде мен саған 7-де кел десем, сен неге 7:15-те келесің дейді. Алматыда енді ол мүмкін емес, 7:00-ге келу. Көп жағдайда Алматыда мүмкін емес. Онда сен 15 минут бір жерге барып келдің дейді. Сол жігіт қолын соқты. Одан кейін мынау қыз жылайды, жұлқынады, әлі қыз ғой, әлі ЗАГСке барған жоқ қой. Сонда жігіт ертеңіне қайтадан 100 SMS жібереді, 101 розаны қайтадан жібереді. Ана қыз бейшара ол 101 розаны қайтадан Инстаграмға салады. Ал бірақ кеше ол жігіттің тепкені, кеше ол жігіттің бұқтағаны, оны Инстаграмға ешкім салмайды ғой. Сондықтан Инстаграмға кейде онда сенбеңіздер, мүмкін ондай нәрсені енді өзін-өзі жұбату үшін, алдау үшін қойып жатқан шығар біздің бейшара қыздарымыз. Менің қонағым қашып кетті ғой, жүгіріп кетті ғой, интернет өшіп қалған шығар. Бірақ мен жалғастыра берейінші. Қазір сіздердің осы ойым біткен екен, сіздердің сұрақтарыңызға онда жауап берейін. Мүмкін Ләззат ханым қайтып келсе, қайтып келіп қалар. Сондықтан сәл ойланыңыздар, 101 розаны берген кезде ол шынайы беріп жатыр ма? Ол кешегі сізді тепкен үшін кешірім сұрап, сізді қайтадан алдап, сулап, сөйтіп беріп жатыр ма? Көрдіңіз бе, шынайы берген роза басқаша. Күнәсін жуып шайып беріп жатқан роза, оның сапасы басқаша. Тек санына 101 роза деп қуана беруге де қазір сіздердің психологиялық сауаттылықтарыңыз басқаша шығар, оны да түсініп тұрған шығарсыздар. Одан кейін тағы не айтайын? Қыз бен жігіт болып жүргеннің өзінде де алдын ала бір үрей болады, алдын ала бір себеп болады. Жаңа жарайды енді сізді теппесе де, бірақ басқаша. Мысалы, сізді тексере бастайды. Сіз кешеге дейін ол жігітпен кездеспей жүргенде қайда барам дедіңіз, қандай көйлек кием дедіңіз, соның бәрін жасап жүрдіңіз. Еркіндік, бостандық болды. Ал енді мына жігіт айтады, ана жерге орамал, мына жерің ашық болмасын, мына жерің ұзын болсын. Сонда осының барлығы мына жерде ойланатын. Неге ол сіздің еркіндігіңізді басып қалып жатыр? Неге ол сізге сондай бір контроль жасап жатыр? Міне сол контроль, көйлек киме, орамал тақ, тағы да бірдеме, ертең осы алып бармай ма абьюзерлікке? Қыздар, сақ болыңыздар. Жігіттер, сіздер де ойланыңызшы, неге соны айтып жатсыздар? Сонда сіз өзіңізге өзіңіз сенбейсіз бе? Мысалы, қызғанам деп, қызғанам мен дегенде сені жақсы көрем дейді. Мен сені жақсы көрем, сондықтан қызғанам, сондықтан үйде отыра ғой, ешқайда бармай ақ қой деген. Сондай көрдіңіз логика. Сонда жігіттер, сіздер ойланыңызшы. Сіз өзіңізге өзіңіз кәміл сенетін болсаңыз, сіздің бағаңыз 5 болса, қандай қыз сізден кетеді? Басқа жігіттің бәрі екінші орында болады, бұл қыз тек сізді бірінші орынға қойып тұр ғой. Сонда сіз өзіңіз бірінші орынға қоя алмағандықтан қызды қызғанып жатсыз, оның еркіндігін қиып жатсыз. Сіздің ішкі бағаңыз 5 болса, қызғанбайсыз. Ұл болсын, қыз болсын, ішкі бағасы 5 болған, ол өзін өзі сыйлайды, өзін өзі жақсы көреді. Мен мына ортада ақылдымын, мен мына ортада қолым ашық, мен мейірімді, мен оқымысты, мен ақылды, мен саналы. Сондықтан өзіне өзі сенген адам ешқашан екінші адамды қызғанбайды. Ал сол ұрының көті қуыс дегенде өзіңізге өзіңіз 5 қоймайсыз, өзіңізге өзіңіздің көңіліңіз толмайды. Сондықтан қызды болсын, күйеуіңізді болсын, қызғануды бастай бересіз. Қызғаншақ бәрібір ерте ме кеш қайтадан сол дау-дамайға, қайтадан мұрынды бет қылуға, ажырасуға, көз жасына алып келеді. Мүмкін сонда менің командама жазыласыздар, барасыздар ғой. Сол кезде өзіндік баға деген жаттығу бар. Менің команда, менің шәкірттерім ол жаттығуды біледі. Инстаграмды іздеп шықсаңыздар, ол жерде де ол бар. Менің YouTube каналымда да бар. Сондықтан өзіндік баға деген жаттығумен шұғылданып көріңіздерші. Неге өзіңізге өзіңіз 5 қоймай жүрсіз?
өзіне өзі бес қойған адам, әйел болсын, еркек болсын, өзіне кәміл сенеді. Сондықтан менен басқа қызды таба алмайды деп, ол қыз ойланбайды. Менен жақсы бәрі жігітті таба алмайды, бұл жігіт ойланбайды, қызғанбайды. Ал тек бір-бірін сыйлап жүреді. Жарайды, енді мен сіздерге мына басынан бастап сұрақтарыңызға жауап берейін. Қандай сұрақтар бар екен? Сонымен уақытымызда шеңберіне кеп қалар. Мына жерден көрейік. Жаңа Монголиядан Тоқтабен осы жерден. Иә, келіңіздер Қазақстанға. Мына екінші сұраққа да психбольница жауап бердім. Психикалық ауру кісіні емдеуге бола ма? Көрдіңіз бе? 100% абсолютті дені сау, психикасы сау, жаны сау адам бұл дүниеде жоқ. Біздің бәрімізді, біз неше сағат жеке терапиядан өтсек те, неше сағат супервизиядан өтсек те, бәрі бізді ойландыратын, толғандыратын неше түрлі мәселе бар. Сондықтан барлығымызды здоровье невротик деп атасақ болады. Барлық адамды емдеуге болады, бірақ енді ұшқынып кеткені бар ма, енді бастағаны бар ма, әртүрлі. Иә, өзі дайын емес, аурумын деп санамайды. Иә, онда оған қазірше тек психиатр керек болып тұр. Психиатрдың препараттары, медикаменттері көмектесін шығар, өзің есіне қайтып келуге. Иә, тегін терапиялық топтарды менің парақшамнан іздеп тауып аласыздар. Әр жүргізушіге, әрбір психологқа өзінің телефонына, өзінің WhatsApp-на жазасыздар. Бұл баланы қалай тәрбиелесек болады, абьюзер болмайтындай етіп. Бұл баланың әкесі бар ма екен? Білесіздер ғой, әкесін көрген оқ жанар деген. Әкесі бар ма? Әкесінің мінезі қандай? Крокодилдің баласы крокодил болады, көбелектің баласы көбелек болады. Бірақ көбелектің баласында өзін қорғауға үйретуге болады. Сіздер мысалы ұлдарыңызды бокс, карате, ушу тағы бір жерлерге жіберіп жатсыздар ма? Еркектерге, ұлдарға ертең буллингке қарсы тұру үшін, білмеймін, тағы да бір отбасыдағы бір міндеттерді орындау үшін дене күші әбден қажет. Ал одан кейін сіз, білмеймін, маған жазып жатқан қайсыңыз енді? Бұл жерде Ахмет деп тұр, ол енді фамилияңыз ба, атыңыз ба білмедім. Ал енді сіз мамасы болсаңыз, сіз өзіңіз еркексіз бе, өзіңіз әйелсіз бе? 100% алыңызшы. 100%-дан алғанда мынанша еркекпін, мынанша әйелмін дегендей. Еркек тура болып кеткен әйелді көрген ол бала керісінше қыз мінезді болып қалатын шығар. Ал енді сіз өзіңіз әйел мінезді болсаңыз, іс-әрекетіңіз әйелдікі болса, ал өзіңіздің ұлыңызға ұл ретінде, жігіт ретінде, еркек ретінде қарым-қатынас жасасаңыз, әрине ол еркек болады. Бізге көбінесе сөз емес, бізге іс-әрекет керек. Оның көзінше, ұлдың көзінше әкесін қорлайсыз ба? Ой, сенің әкең адам болмайды. Ой, сенің әкең маскүнем. Ой, сенің әкең ұлананда үйге бір тиын әкелмейді. Айтпаңыздар. Ол сізге күйеу ретінде, еркек ретінде, жұбай ретінде мүмкін шынымен де көмектеспейтін шығар. Сіз одан ұл таптыңыз ғой. Сонда сіз әкесін жамандаған сайын ұлыңыздың өзіндік бағасын түсіріп жатсыз. Ұлыңыз қынжылады, ұялады. Фу, мынандай әке маған керек жоқ. Сонда 50% бұл сол әкеден ғой. Сонда ұлыңыз қынжық болып, өзін өзі жек көріп өседі. Сонда да психикалық тұрғыдан оны есі дұрыс 100% еркек деп айту қиын болып қалар. Сондықтан өзіңіз жек көріп тұрсаңыз да, ұялып жаман көріп тұрсаңыз да, бірақ ұлға ешқашан, қызға да әкесін ешқашан жамандамаңыздар. Сіз оны кезінде құшақтадыңыз ба? Сол құшақтаған кезде ол жақсы болды. Міне сол 5 минут жақсы болды ма? Сол 5 минутты 55 рет айта бересіз, 55 жыл айта бересіз. Кетсе, қалай күн көремін деген қорқыныштан шығар. Иә, ол болады. Сонда енді жаңа мен саған қалай көмектесейін дегенде, мысалы ол айтады, кетсем күн көре алмаймын. Онда неге күн көре алмайсың? Қандай болып қалды? Дипломың бар ма? Білімің бар ма? Жұмысың бар ма? Бірдеме қолыңнан келе ма? Онда мүмкін қазір қысатын жерді қысу керек шығар. Мүмкін дайындалу керек шығар. Оқып аласыз ба? Бір жұмысты бастайсыз ба? Әйтеуір өзін өзі бағу керек. Көрдіңіз бе? Тәуелсіздіктің негізі ол қаржылай тәуелсіздік. В основе любой независимости лежит финансовая независимость. Өзіңіз әйел бола тұра, өзбен бірдей, екейді күйеңізден де көбірек ақша
табатын болсаңыз, дау-дамайды тезірек шешуге болады. Көрейік. Өз абыройын ойлайтын ата-ана ұят болады деп қызым қиналып тұрған қызын кері қайтарады. Ол жерде көрдіңіз бе тағы да эгоизм. Мен ата-ана ретінде өзімді көбірек жақсы көріп тұрмын. Менің атыма дақ келмесін деп ойлап тұрмын өзімді. Аслында шырылдаған қызымды оны ойлап тұрған жоқпын. Шырылдап жатқан қызымның ұлдарын, қыздарын, менің немерелерімді оны да ойлап тұрған жоқпын. Міне қатыгездіктің бастамасы осыдан шығады. Сонда эгоизм қай жерде, альтруизм қай жерде? Шынымен ана махаббаты бар ма? Шынымен әке махаббаты бар ма? Тағы да қайталаймын. Әке махаббаты, ана махаббаты тек ажырасып өзіне алып кету емес. Кейде ондайлар да болып тұрады. Тіл табу. Жылы-жылы сөйлесеңіз білесіз ғой, жылан іннен шығады. А енді сіздер тойда құшақтастыңыздар ғой, құда 1000 жылдық деп. Сол құда-құдағимен неге қайтадан сөйлеспеске? Сол күйеу баламен қайтадан неге бір ортақ тіл таппасқа? Дау-дамайда 2 адам минимум қатысады. Сонда 1% болса да, бірақ сіздің қызыңыздан да бірдеме кетіп жатқан шығар. Ешқашан ондай болмайды. Көз қарасы бар, бір сөзі бар, жүрісі бар, тұрысы бар, тағы бірдеме. Осындай 2 адам дау-дамайдың арасында ішінде жүретін болса, онда 2 жақтымен де жеке-жеке отырып, оны тексеру керек. Қай жерде өкпе бар, қай жерде ашу бар деп. Орамал тақ дейді, сен үшін мен сұранам дейді, ана өмірге барғанда. Міне бұл да эгоизм ғой жаңағы. Көрдіңіз бе? Сонда ол адам жәннатқа бару үшін бүгінгі басқа екінші адам өзін қинап жүру керек. Жарайды, енді бұл адамға еркек болсын, әйел болсын, бұған ұнаса, жарайды. Онда құба-құп. Бірақ сұрақтың түрі онда ұнамай тұр ғой онда. Сонда келіншегіңізге орамал тағу ұнамай ма? Сіз оны неге қорлайсыз? Сонда тек біреуді қорлап, тек біреуді зорлап қана жәннатқа барасыз ба? Онда жәннатта да тағы да сұрайтын шығар. Біреу жылады ма, біреу қарсы болды ма деп. Білмедім, біздерде ол жоқ шығар той кезінде, бірақ батыста той болған кезде шіркеуде міндетті түрде сұрайды. Осы қоршаған ортада ең болмаса 1 адам бар ма, неге мына 2 адам үйленбеу керек, біреуіңіз қарсысыз ба дегенде, сирек бірақ шығады кейде. Сондықтан мына жерде сондай шығар. Сен жәннатқа баруға кім қарсы? Міне сондай жылап жатқан келіншекке қарсы болатын шығар. Сонда тағы да эгоизм, тағы да тапталып жатыр. Келіншектің границасы тапталып жатыр. Ал енді ол үлкен мәселе қашан басталды, неге басталды, неге бірінші рет рұқсат бердіңіз? Бағана айттым ғой, бірінші рет сағат 7-ге кешігіп қалғанда, қызды зорлап, қыз кешірім сұрайтын болған. Кешігіп қалдым 7:00-дан свиданиyaдан, ойбай мені кешірші, мына жерде пробка, мына жерде метро, тағы бірдеме деп айтатын болды. Сонда сол жерде бастамасы. Кетсең кете қой, басқа жігіттерді топырлап жатыр. Керісінше жігіт күтпей ма? Сағат 8-ге дейін, сағат 9-ға дейін жігіт күтпей ма? Сондықтан бастамасы сол жерде. Бірақ оны бейшара қыз ол кезде түсінген жоқ. Мына жігіт жақсы екен ғой, ақшасы бар, қалтасы бар, мені жақсы көреді, мені қадағалап тұр, мені ойлап тұр ғой деп жатыр. Бірақ ол жерде жігіт оны ойлап жатқан жоқ, ол тек өзін ойлап жатыр. Граница снова нарушена. Мына жерде көрейік. Адам психологқа барғысы келмейді, іздемейді, еш нәрсеге құлшынысы жоқ, қалай көмектесуге болады? Лаура ханым, ең бірінші сіз өзіңіз барасыз. Көрдіңіз бе? Менің айтайық, балам отырып алды, ешқайда бармаймын деп. Сонда мен өзім барып, қай жақта не бар екен, о жақта не айтады екен, дәмі қандай екен, сөзі қандай екен, түрі қандай екен, іс-әрекеті, әдістемесі қандай екен, бәрін біліп келмеймін ба? Сонда отырып алған балама, онда мен басқаша сөз айтамын, басқа жағына келем. Енді шарт түрде мына құлағы естпесе бұл жақтан бақырғаннан не пайда, мына естетін құлағына айналып келіп, сонда мен өзім өзгеремін. Екінші адамды біз ешқашан өзгерте алмаймыз. Бірақ өзімізді өзгертеміз. Өзімізді өзгертсек, онда сол жалпайып отырған ұлыңызға басқаша бір іс-әрекетті, басқаша бір қадамды үйренесіз қалай жасауға. Сондықтан психологқа
мен ұлымды алыңыз, мен қызымды алыңыз деп маған жиі жазады. 7 жасар, 9 жасар, 13-те, 15-те, 17-де, 18-де. Менің бірінші жазатын ойым, сіз өзіңіз дайынсыз ба? Үлкендер, ересектер, ата-аналар, сіздер паровоз. Паровоз өзгермесе, вагончикті ремонттаудан не пайда? Сондықтан сіз өзіңіз бастайсыз. Адамда избегающий тип личности болғанда қарым-қатынасқа қалай әсер етеді, қалай кеңес бересің? Біріншіден, ол өзіңіз қойған диагноз ба? Я психиатр, психотерапевт қойған диагноз ба? Избегающий деген сөз адамдардан қорқады, адамдармен қарым-қатынас жасағысы келмейді. Міне өзіңіз біліп тұрсыз жауабын. Мен білмедім, бұл өзіңіз ба, басқа адам ба? Біріншіден, ол адам бақытты болса, ешкімге бармай-ақ, ешқандай тойға бармай-ақ, отыра берсін, енді бармай-ақ. Сіз неге өйтіп ойланасыз? Ал сіз өзіңіз сондай тип болсаңыз, өзіңіз енді шешіңіз. Ішкі дау-дамай болып тұр да, тойға барғыңыз келе ма? Адамдарды қарсы аласыз ба, я адамдардан қашып кетесіз ба? Бұл ішкі дау-дамай дейді. Сондықтан ішкі дау-дамайды шешу, жеке психологқа, жеке кеңеске барсаңыз, жүгінсеңіз, жауабын табатын шығарсыз. Біз ары кеттік. Ойлаған нәрсеңе тез қол жеткізу үшін миыңмен қалай тартуға, арманың тез орындалу үшін қалай жасасам болады? Мен бәріңізге жалпы айтатыным, уақытымызда аяқталып жатыр, жеке терапияға, жеке консультацияға бардыңыз ба? Ең болса бір рет барыңыз, бір рет 45 минут емес, ең болса бір рет барыңыз екен, 5-6 рет барсаңыз, асықпай сөйлесіп. Көрдіңіз бе, тіс дәрігер сіздің тісіңізді жұлып алғанда ол сізге ұнамайды, не дегенде ол ауырады. Бірақ сол тіс дәрігерге 4-5 рет барсаңыз, айты үйтеді, бүйтеді, тісіңізді ақыр соңында еліп береді. Ал сіздің қазір жаныңыз ауырып тұр, жаныңызда бір түсінбейтін нәрселер болды. Сонда неге ең болмаса 5-6 рет жеке терапияға бармасқа? Мен тағы айтып кетейін. Менің шәкірттерім мені тыңдап тұрған болсаңыздар, мына жерге комментарияларға жазып жіберсеңіз, мен осындаймын, бағам осындай, шарт осындай. Мен өткен эфирде айтқанмын, менде қазір қыркүйек айына дейін, сентябрь айына дейін бір 10-11 адам тегін топтық терапия жүргізіп жатыр. Неге соған бармайсыздар? Сырымды да ашып қояйыншы. Мысалы, дүйсенбі күні Жанат мырзаға, сейсенбі күні Назигүл ханымға, сәрсенбі күні Зарина ханымға, четверг күні Зүліпа ханымға, пятница күні Ботагөз ханымға, сенбі күні екінші Назигүл ханымға. Сіз күніге барсаңыз да бола береді ғой. Қазір сіздерге тегін беріп жатырмыз. Сонда неге бармасқа, неге жақсылап өзіңізді зерттемеске? Сондықтан біздерге ренжімеңіздер, біз көмектесіп жатырмыз. Ал енді қыркүйек айынан бастап мүлдем тегін топтар тоқтатылады. Бірақ мен бүгін ғана осы эфирден алдым, өзімнің командамен сөйлестім. Сондықтан 2000 теңге, 3000 теңге, 4000 теңге, 5000 теңгеге қабылдаймын, жұмыс істейін деген адамдар жазады, баннерін дайындайды. Мен өзімнің парақшамда тағы да шығарайын. Не болмасам, қазір осы эфирді мен сақтап қаламын. Сақтап қалғаннан кейін менің командам қайтадан мен осындаймын деп жазады, міндетті түрде тауып аласыздар. Ал енді басқа сұраққа мен жете алмай қалсам, мені кешіріңіздер, айтқан уақытымнан да көбірек отырдым. Бірақ сізді көмексіз қалдырмайық. Сұрағыңызды мына жерден көшіріп алып, қазір мен сақтап қойған эфирдің астына қойыңыздар. Келістік па? Онда тағы да келсек. Осы аптада менің өзімнің тегін супервизиям бар. Бейсенбі күні кешкі сағат 7-де. Келесі тікелей осындай тегін эфир сәрсенбі күні сағат 1-де Зарина ханыммен бірге өткіземіз. Сондықтан дайын болыңыздар, келіңіздер. Сау саламат болыңыздар.